Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі, қарапайым, оңай салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттардың барлығын төменге мөлшерін қалдырып қойдым. Осылай ұзынша етіп турап дайындап аламыз барлығын. Және бізде жұмыртқа асылған сары уызын алып қаламыз, ағын ұзынша етіп тураймыз. Содан соң барлық туралған заттарымызды үлкен ыдысымызға кезектестіре салып, біздің салатымызды дайындаймыз. Осының үстіне 3 ас қасық майонез салып, салатты жақсылап араластырамыз. Жақсылап барлығы майонезге араласатындай етіп дайындап аламыз. Неге салат осындай әдемі болып шығады. Осы рецепті көбейтіп жасасаңыздар да болады. Менде 2 тәрелкенің көлеміндей шықты. Және осының үстіне сары уызымызды себеміз. Бұл салатқа ерекше дәм беріп тұрады. Өте оңай және қарапайым, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен Фариза, ас болсын.